Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында ботаникалық саябаққа тал егілді. Оған парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, басқарма басшылары мен Қорқыт Ата атындағы университет ұжымы қатысты. Биыл тазалық жұмыстарына 63 мыңнан астам еріктілер, қоғам қайраткерлер, бюджет саласы мен кәсіпорын қызметкерлері атсалысуда. Елді мекендердегі скверлер мен парктер, тарихи мәдени ескерткіштер, әлеуметтік нысандар, өнеркәсіп және бизнес нысандары, су объектілері, көшелердің бойы тазарылып, 2500-ден астам тонна қоқыс шығарылды. Оған 600-ден астам техника жұмылдырылған. Наурызнама 10 күндігінің 19 наурызға белгіленген жаңару күнінде жасыл желек ағаш отырғызу, көркейту, көгалдандыру акциясы ұйымдастырылды. Облыс аумағына 5920 түп тал отырғызылды. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекетінде ұжымы да бүгін өзіміздің саябақта көгалдандыруға атсалысып жатырмыз. Қазіргі таңда 500-ден аса бізде көшет отырғызып жатыр. Жылдағы үрдіс бойынша, жылда біз осы аяда келіп талымызды егіп, жаз бойы соны күтіп өсіріп жүрміз. Қала, кент және ауылдық округтерде көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазалық шаралары ұйымдастырылып, 7 мыңға жуық көшет егіліп, оған 20 мыңнан астам адам қатысты. Биыл өңірдің климатына сәйкес келетін және жерсінетін 23530 түп қарағаш, терек және сыр талының көшеті отырғызылды. Аружан Серікбай, Айдос Исаев, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.